Сәлеметсіздер ме? Сіздердің назарларыңызға 20 ғасырдың 30 жылдардағы ұжымдастыру және ашаршылық кезеңі атты бейне сабағымызды ұсынамыз. Қазақстандағы ұжымдастыру 1927 жылы ВКП 15 съезінен кейін басталып, 1925 жылы 1930 жылдар аралығындағы республикада бірінші тұлғамен Филипп Исаевич Голощекиннің есімімен тікелей байланысты болды. Голощекиннің кіші қазан идеясы белсенді түрде уағыздады. Ұжымдастыру жеке шаруа қожалықтарын ұжымдарын біріктіру саясаты. Бұл саясат КСРО-да 1928 жылдар және 1937 жылдар аралығында шағын және жеке шаруашылықтың ірі қоғамдық кооперативтің өндірісін айналдыру мақсатына өтті. Қазақстанда ұжымдастыру 1932 жылдың көктеміне дейін аяқтау тиіс болды. Қазақстан ұлты да климаты да жағдайлар мүлдем ескермегендіктен атап өткен жөн. 1928 жылы Қазақстанда шаруашылықтарды 2% ұжымдастырылды. 1930 жылдың 1 сәуіріне бұл көрсеткіш 50,5, ал 1931 жылдың қазан айында 65%-ға жуықты құрады. Бұл процеспен бірге болған қатаң зорлық-зомбылық шаралары, заңсыз қамауға алынды, сайлау құқығынан айырылып көшірілді, көптеген адамдар атылып кеткен. Тек 1933 жыл ғана Қазақстанның ОКУП органдары 21 мыңнан астам адамды тұтқынға қамады. Осы саясатқа наразы болған ұлттық көшбасшылар Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин, Смағұл Садуақасов, Сұлтанбек Ходжанов, Жауал Мыңбаев ВКП-ның орталық комитетінің қарамағына ілініп ұлтшылдыққа айыпталды. 1928 жылы 3 ақпанда нан дайындау кезінде төтенше шаралар қабылданды. Осы саясаттың нәтижесінде Голощекин ауылдарға 4800-ден астам уәкілеттілігі бар адамдарды жіберді. Шаруа қожалықтарына өз қалауы бойынша артық ауыл шаруашылықты өнімдерін басқаруға кепілдік берген құқықтарынан айырылып, бастапқы жалпы экономикалық саясат қағидасынан бас тарту басталды. 1928 жылы 27 тамызда ірі бай шаруашылықтар мен жартылай феодалды тәркілеу және шығару туралы Қазақстан орталық саяси комитетінде декреті қабылданды. Жұдырықтай ұжымдастыру кулактар мен байларды класс ретінде жою іс-шара болып табылды. Ұжымдастырушылардың сүйікті құралы бұл тербелістерді төменгі топтарды айналдыру болған. Олардың классына мыңдаған ауқатты және орта шаруашылық қожалықтары кірді. Мысалы, кулактар санатына ену үшін темір шатырдың астында үй немесе 2 жылқы болу жеткілікті болғаны. Декретіне сәйкес бай шаруашылығын тәркілеуге тыйым салынбаған, ал олардың иелерін қудырту болған. 1928 жылы 17 қазанда орталық саяси комитеті мен КСР СНК жартылай феодалдық ірі байлыққа тәркілеу және сыртқа шығару қарсы іс-қимыл үшін қылмыстық жауапкершілігі туралы қаулы қабылданды. Жартылай байды феодалдар тәркілеу барлық жерде қолданыстағы заңдарды бұза отырып жүзеге асырылды. Тәркіленген шаруашылықтарды іріктеу мүлікті критерийлер бойынша да саяси сенімділік бойынша да жүргізілді. Көшпелі халықты жер бетінде ұжымдастыру мен отаршылықтандыру өзара байланысты болды. Сондықтан Сталин көшпелі экономиканы түпкілікте жоюды батыл талап етті. Қазақтар үшін көшпелі малшылар мен жартылай көшпелі малшыларын күштеп отаршылдыққа қайғылы жағдайға әкелді. 1930 жылы 87.136 шаруашылық ауыстырылды, ал 1933 жылы 242.208 шаруашылық отаршылыққа бас сұқты. Қоныстандыру механизмі өте қарапайым түрде түсінілді. 100 шаруашылықтар бір жерге біріктірілді. Содан кейін ауыл типіне сәйкес стационарлық ауылдар ұйымдастырылды. Жалпыланған мал айдалған колхоз фермалары көбінесе арқандармен қоршалған дала учаскелер болды. Малдар қырыла бастады. Қазақстанда ұжымдастыру қарсаңында 40 миллионға жуық мал басы болды, ал 1933 жылдың 1 қаңтарында 4 миллион жуық баспен тоқталды. Закон о 3 колосках заңына тоқталып кетсек. Закон о 3 колосках заңы белгілі тарихи публицистикада кең таралған КСРО орталық саяси комитеті мен халық қызмет комитетінің 1938 жылғы 7 тамызда мемлекеттік кәсіпорындарының колхоздардың мүлкін қорғау және кооперация және қоғамдық меншікті нығайту туралы қаулысының атауы.
ВКП ОК бас хатшысы Иосиф Виссарионович Сталиннің бастамасы бойынша қабылданған. Осы қаулымен КСРО-ның заң практикасын социалистік меншікті ұрлау ұғымы мемлекет пен халыққа қарсы қылмыстар ретінде енгізіліп, мемлекеттік және колхоздың мүлікті жаппай ұрлау тоқтатылды. Қаулы осындай қылмыстар үшін қатыгез шаралар белгіленді. Мүлкін тәркілеу мен кемінде 10 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру, ал ауырлайтын жағдайларда кінәлін мүлікті тәркілеп атуға ілінген екен. Нақтылай келгенде 1931 және 1930 жылдарындағы барлық осы іс-шаралар қайғылы жағдайға, яғни аштыққа келді. 1931 жылы 30 жылдарындағы Қазақстандағы ашаршылық жалпы одақтық ашаршылықтың бір бөлігі болып саналды. Ол кулактарды класс ретінде жою ресми саясатымен ұжымдастырумен, орталық биліктің азық-түлік дайындау жоспарын ұлғайтумен, сондай-ақ іс жүзінде малды тәркілеумен тікелей байланысты болды. Қазақстанда бұл аштықты Голощекиннің аштығы деп атады. 1931 жылы 1933 жыл аралығында 2 миллионнан астам адамдар аштықтан қайтыс болды. Жаппай ашаршылық кезінде адамның етін жеу, людоедство оқиғалар тіркелді. Мұны каннибализм және адамның етін жеу мақсатындағы кісі өлтіру туралы арнайы баяндама дәлелдейді. Бұл туралы қазақ фильм түсірілген Нәубет деректі фильмде де айтылған. Толық репрессия мен ашаршылық халықтың жаппай кетуіне себеп болды. Адамдар Өзбекстан, Түркменстан, Қытай, Монғолия сияқты елдерге кетті. Барлығы 1931 және 1932 аралығында 1 миллион 30 мың адам көшіп кетті. 1938-1944 жылдар аралығында босаған жерлерге кеңес үкіметі жер аударылған және жер аударылған халықтар, ингуштар, шешендер, қырым татарлар, кәрістер, балқарлар, күрттер, түріктер, қарашайлар, немістер қоныс аударылды. Сондай-ақ Қазақстанның халқы ГУЛАГ тұтқындарымен толықтырылды. Карлаг, Алжир және тағы басқалар. Олардың бір бөлігі кейіннен кездері Қазақстанда өмір сүріп келеді.